Қайырлы күн алтыным, біз бүгін синтез пирогын жасаймыз. Ең алдымен бізге керегі ұн, сары май, ингредиенттердің бәрін құрамын, қанша грамм екенін жазып кетемін. Және де бізге бұл жерде какао керек, разрыхитель, сахарный пудра, бәрін қосып аламыз. Бәрін қосып аламыз да жақсылап араластырамыз. Және де майымызды ертіп крошка жасаймыз. Оны жақсылап өстіп араластырып алғаннан кейін біз жұмыртқа қосамыз. Өте дәмді болу үшін және де тестамыз шоколадный болу үшін кішкене көбірек қосамыз какаоны. Жұмыртқа қосып аламыз. Жұмыртқа қосып алғаннан кейін жақсылап илейміз. Бұл жерде менде 200 грамм ұн. Жақсылап осылай дайындап аламыз. Арымызда және формамызға саламыз да. Борчиктардың бәрін дайындап, тестамызды жақсылап қойып шығамыз, орналастырамыз. Тестамыз өте жұмсақ, жұмыс істеуге өте ыңғайлы, және де қолға жабыспайды, жақсы шығады. Жасап болғаннан кейін бізге 400 грамм сметана қажет, қаймақ, және де 50 граммдай творог қосылды, сүзбе. Жұмыртқаның ағы және де толыққанды жұмыртқа, 2 дана жұмыртқа салынды. Қант қостық, тәттілігіне байланысты, тәтті жақсы көретіндер 100 граммға дейін, 120 граммға дейін қант қосуға болады. Бұл жерде ораза айы болғаннан кейін шөлдетпеу үшін қантты мен 50 граммдай қостым. Және де өсті блендермен жақсылап араластырып аламыз. Өте сұйық болады біздің салмамыз. Содан кейін қазақстанский шоколадты алып, дәл ортасынан бөліп, жартысын водяной парға қойып, ертіп аламыз да қазақстанский шоколадты саламыз, және де вареную сгущенкадан бір қасық саламыз. Еріген шоколадты саламыз. Тағы да блендермен жақсылап ертіп араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін салмамызды дайын тұрған табамызға саламыз. Осы уақытта біз пешімізді қосып 180 градусқа қоямыз да дайындап қоямыз. Және де мен бұл жерде бір қасық кукурузный крахмал салдым. Жаңағы салмамызды ұстап тұратын. Алған кезде, пештен алған кезде бұлқылдап тұрады. Соны қатаюына кукурузный крахмал көмектеседі. Өстіп қимасын салып аламыз, және де бортиктерін әдемілеп, өстіп кішкентай қасықпен, ас қасықпен осылай басып шығамыз. Сонда әдемі болып шығады. Егер бортиктар ұзын болып тұрса, көзге бір түрлі көрінеді. Сондықтан мен өстіп бортиктарын толықтай түсіріп шығамын. Ол салмасы көтеріледі. Пешке салғаннан кейін піскен уақытында. Содан кейін су толық қойған кезде қайтадан өзі басылады. Өте жаңағы дәмді және де әдемі болып шығады. Піскен түрі осы міне пирогымыздың 180 градуста 30 минуттай ұстаймыз. 30-20-25 минуттай ұстаймыз. Кімнің пеші жаңағыда қатты нетеді, соған байланысты. Менің пешім ескі пеш болғандықтан 25 минуттай ұстадым. 160-170 градуста қойдым. Өте қатты ысиды, сондықтан сондай градусын төмендетіп қойдым. Осылай қазақстанский шоколадты ертіп аламыз, водяной парда, содан кейін орехті алып, пышақпен ұсақтап аламыз. Қатты ірі емес, орташа көлемде өстіп дайындаймыз. Жақындарыңызды тәтті жасап қуантыңыздар, тәттімен. Оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен болған айтылған менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Шоколадный пирогтың жаңағы салмасы өте дәмді шығады. Қонақ келердің алдында бір күн бұрын жасап дайындап қойсаңыздар болады. Холодильникте тұра береді. Бұл чизкейк сияқты болып шығады. Холодильникке салынғаннан кейін бір күндей тұрса, салмасы өте дәмді балғын болып шығады. Және де кішкене қатайып, өзінің структурасына, формасына
әдемі болып келеді. Осылай жақсылап орехімізді көбірек салсақ та болады. Қазақстан шоколадпен жақсылап бетіне құйып шығамыз. Осыны алып холодильникке салып қоямыз.